Бәріңе сәлем, бүгін Қырсаудағы қыз сериалында Седат Кероғлының рөлін сомдаған Пияз Шерипоғлы туралы айтамыз. Сондықтан лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып, белсенді болайық. Пияз Шерипоғлы 1991 жылы 1 қаңтарда Рейзеде өмірге келген. Орта мектепті бітіргеннен кейін Текиридак Намык Кемал университетінің тоқыма инженериясы факультетін тәмамдады. Оның бала кезден ән айтуға таланты бар болатын. Бұл қабілетін байқаған әжесі оны жетілдірген еді. Пияз 2013 жылы ОСС Түркия мега жобасына қатысып, МЖ Тани мәнін орындап, 3 тәлімгерді өзіне қаратты. Байқаудан кейін өмірі өзгерген Пияз Шерипоғлы танымал суретші Ажда Пеканның вокалисі болып жұмыс істей бастады. Мансабын 2014 жылы Бекзат Ерекердің жетекшілігімен Енбі оркестрінде жалғастырды. 2019 жылы Huawei компаниясының жарнамасына түсті. Сонымен қатар корпоративтік брендтердің коммерциялық түсірілімдеріне қатысты. Шоу-бизнес саласына, музыка нарығына 2019 жылы 18 желтоқсанда Ажда Пеканның қолдауымен Гиден атты алғашқы синглімен кірді. 2020 жылы TV8 арнасы түсірген Қызыл бөлме сериалында Жан есімді кейіпкердің рөлін сомдады. Бұл Пияз Шерипоғлының үлкен экрандағы алғашқы жұмысы болатын. Көп ұзамай Қызылорда телехикаясына шақырту алды. 2021-2023 жылдар аралығында Қырсаудағы қыз сериалындағы басты рөлдердің бірін сомдады. Қазіргі таңда бұл махаббат телехикаясының түсіріліміне қатысып жатыр. Актердің Instagram парақшасында 1 миллионнан астам оқырманы бар. Парақшасында үнемі жағымды жаңалықтарын бөлісіп отырады. Достар, Пияз Шерипоғлының өмірі туралы ақпарат ұнады ма? Олай болса лайктарыңызды басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып кетіңіздер.